Assalomu alaykum do'stlar, sizlarga bugun Marcel jana ismi do'stlar, bu bizning umr 2-serия jana ismi do'stlar. Jumsqa olamiz. Qayerda aytib o'tirman do'stlar? Qayerda aytib o'tiraman? Qayerdan? Naymi? Ey. Kim aladi? Ey, men. Qaysisin? Oy, bilin do'stlar. Yo'q, qaysi aldingiz? Siz alasizmi? Yo. Kafege жұмысқа тұрасызбы? Біздің кафе жаңадан ашылды. Жарайды, тұрам, бірақ айлығы қанша? Зарплатасы енді қанша дейсің? Енді айтсаңызшы енді. Енді 50.000 теңге бола ма? 50.000 100.000 етсеңіз дейін деген ғой. Айна ма? 100.000? Yo. Жарайды. Жарайды онда. Кафе қайсысы? Тұрам мен. Оны қазір тоқтаңыздар. Наума, по-моему, осы деймін. Я осы екен. Енді мен кірейін енді. Адамдар әзірше жоқ екен. Бана айтты енді ішіне заттан сап кеткем деп мен тұр. Нау не? Енді қосымша сандық енді бұлда. Қосымша сандық. Енді сол енді. Бір ай өткен сол. Алло, yo. Шын бұл? Не деп атырам? Жарайды, сол болыңыз. Рахмет. Не болды бастық? Саған қуанышты жағдай айтамын. Енді мен басқа жұмысқа кетемін. Мына жұмысқа енді өзің қарайсың ба, әлде саған беріп кетейін ба, бастық боласың ба? Енді өзіңіз біліңіз, сіздің бизнесіңіз ғой, қанша дегенмен. Жарайды, саған беріп кетемін. Шын ба? Рахмет, бастық, рахмет сізге. Достар, бастық бір мықты жұмыс тауып апты, соған енді кетеді. Ал енді мен осы жұмыстың бастығымын, достар. Енді жақсы болды. Мына жақта продукт бар дегендей. Ой, блин, достар, мен бір айлық жинағым. Мына жақта. Ой, блин. Мына осы, мынау менің общем зарплатам дегенде. Өзім тапқан мен жинап. Сәлеметсіз бе екенсіз? Не жейсіз? Оған бір дошырақ беріңізші. Бір дошырақ? Жақсы мәңіз. Енді сау болыңыз. Өзім дошырағын бере салдым енді. Көп адам бол. Жұмыс жалайым ба деп ойланып жүрмін енді, достар. Мүмкін жұмыс жалам. Не знаю, енді. Мен енді наусын сатып алам деген ғой. Жүйттел, сен наны сатам деп едің ғой, сол. Алайын деген ғой. 10.000 теңге деп едің, е? Жоқ. 50.000 теңге сататын болдым. Не үшін сен 10.000 дедің ғой? Қымбаттат. Жарайды. 25.000 бола ма? Ой, блин. Жарайды ал. 50.000. 25.000. Ма енді 25.000 теңген. Заттармен ғой да? Yo, заттармен. Болды. Өзім бизнесім ғой де. Достар, енді заттармен. В общем, достар, мынау не десеңіздер, осындай дәрілер сататын жер мынау. Осындай дәрілер сатам енді. Сол дәрі сатап жүремін. Бірақ ол да болатын бизнес негіз. Анаған енді андай не ап қою керек енді. Мына жерде испуретін жасап қойық. Енді мына жерді бүйтіп қойық, достар. Дәрі сатамыз, дәрі. Ё-моё. Енді мен ана жақтан бар үй сатып алайын деген ғой, достар. Мен что-то сәл көтерілдім. Бірақ андай сәл бір ай өтті уже негіз. Көп айлық тауып қалды. То негіз шынан жартысында мен айлығым ғой. Мына үй сатылады деп атырады. Сәлеметсіз бе сіз? Мына үй сататын адам сіз, мен қанша деп едіңіз? 100.000 ба? 100.000 дедіңіз, 500.000 ба? 500.000 ғой. 500.000 қазір ап келем. Қазір ап келем. Өзімнің бизнесімнен енді. Хөлі аны дошырағын тастап кетті. Алуды ұмыт кетіпті, достар, дошырағын енді жарайды. Ой, блин, достар. Енді мен қазір немді алып кетейін деп атырмын, ақшаларымды енді. Енді ақшаларымды алып кетейін деп атырмын.
Енді сол енді мен барайын ана 500 мың деді ғой. 500 мың сататын қайда? Қайда кетті анау? Мін тұр екен. Айттым тұрын қараңыздар. Мәңіз тоқтаңыз қазге. Қазір білейін достар. Білейін. Бітеміз да. Мынау қазіргі 300 мың, одан кейін қазір. Қазір. Күте тұрыңызшы да. Қазір берем. Мәңіз енді сау болыңыз, ана үй менікі енді. Енді сау болыңыз енді. Достар, енді мен үй сатып алдым және де бір кафенің емес, 2 бизнес сразу ашып алдым достар. Және де бір ай өтті ба, қандай бір ай ойлаңыздар. Енді көп қол деген. Бірақ негізі мен осының, негіз осы ақшаның осы ақшаның мен бәрін алдым ғой. Ал негізі мен бұның бәрін алмайтын едім. Ал мен деген бұның науына қалатын едім. 20 талым ғана алатын едім достар. Ал бірақ бастық енді бастықшы андай бұрынғы негізші бір дос бар еді. Сол общем жұмысқа қабылдаймыз деп жүріп, досымсың ғой сен, өзің бизнесіңді аш дейді. Сосын барып ол досы андай дос болмай қалған, сосын барып қайттан қазандап айтты да, мен күшті бизнес андай жоспарладым да, екеуміз істейік та, енді сол жұмыста. Бірақ андай ақшасы көп, мықты жұмыс деді. Мен енді сол енді жиһазды алу керекпіз ба, жиһаздар керек қой. Мынау не здание ма? Мынау гопниктердің деймін, гопниктердік деймін достар. Мынау гопниктердік деймін. Жаритына сындырып кете берейікші. Гопниктердік ғой енді. Енді достар, мен келесі серияда енді бір не істесем болады келесі серияда. Келесі серияда мүмкін мен басқа қалаға баруым мүмкін. Және де адам алам. Мынау кішігане мекенші. Андай қазір біреуінде налардың біреуінде андай сүйек бар тұғын. Сәлем. В общем, мына жетелдер бар ғой. Енді не сатып алсам болады? Мынау не? Кола қанша теңге тұрады? Кола енді, енді айтса тезе, бош мен уақытым жоқ. Жарайды ол 1000 теңге. 1000 теңге құмаш. Өзің осы отқан 200 теңге. 250. 250, болады. Қаз тоқта. Қаз тоқта. 100 теңге ме? Менде 500. 250. Қаз тоқташ, менде андай майда жоқ екен, 500 теңге екен де. Тек қана 500 теңге екен, онда 200 теңгең. 250. Енді қымбат қой шықты. Енді мына дошырағың, шаурма 70 рубль. 70? Да, ролтон да қойты достар. Құлады екен анау. Енді жарайды. Нандарын қанша? 25 теңге ма? 90 теңге қанша келеді? В общем, 100 теңге берем да. Сонда 5 алам ба? Тоқта. Білейін. 100 теңге. Енді мен қанша алам? 4 алам. Боп, давай. Кола ашу алайықшы. Бутылкасын тастайсы алайық. Керек емес. Енді не істем болады? Енді бизнесім жүргізем. Енді достар, сіздермен болған блогер. Білейін, піспеген еді.
кетші. Ай, блин, достар. Енді сіздермен болған блогер Марсель, барлықтарыңызға пока. Және де лайк басып каналға тіркеліп кетіңіздер. Және де бұл андай ненің бомждың өмірі 2 серия. Мен келесі серияда басқа қалаға баруым мүмкін. Пока.